Армысыздар, кармология арнасының тұрақты көрермендері, сіздермен Алтынай Аман. Бүгін матрица есептеуді үйренеміз. Мен бұл видеода бір емес, екі матрицаны көрсетемін. Нақты толық ақпарат алу үшін жалпы осы нумерология қызығатын жандар болса араларыңызда, осы есептеуді білу арқылы сіз базовый консультация бере аласыздар, яғни осымен табыс таба аласыздар. Сондықтан өте мұқият қараңыздар. Сонымен қатар арнаға тіркеліп қойыңыздар. Жалпы матрицаны сіз біреуге есептесеңіз де, өзіңізге есептесеңіз де, бұл жақтан не біле аласыз? Қазір қысқаша түсіндіріп өтейін. Ең бірінші, бұл жерде предназначениясын анық көре аласыздар, яғни жай ғана сіздің туылған күніңіздің сандары ғана керек болды. Матрица арқылы нақты өзі жайлы көптеген ақпараттар ала алады. Бұл бір, және де екінші, ол предназначенияларын көре алады. Содан кейін осы өмірге қандай күнәларын арқалап келді және қандай задача бар, оны шешу керек, соны көре алады. Сонымен қатар бойындағы өнері мен талантын да есептесе болады, және көптеген маңызды махаббат жайлы, ақша жайлы осындай ақпараттар алуға болады. Ендеше мен қазір бір кісі комментария жазып жіберген екен, өзінің туылған күн санын, сол кісіне есептеп көрсетемін. Жалпы қағазды алып осылай сызып алсаңыздар да болады. Не болмаса, осы эфир астында мен шаблонға сілтеме қалдырып кетемін. Соны көріп өзіңіз есептесеңіз болады. Сонымен бүгін мен осы кісінің туылған күн сандарымен есептеймін. Жазып қоясыздар шетіне. Міне жазылды. Ең бірінші, ол туылған күніңіздің саны 25 деп тұр ғой. Ал біз осы жерге жазамыз, яғни бұл жерге біз бірақ 25 емес 7 деп жазамыз, яғни 2-ге 5-ті қосамыз, себебі ол 22-ден көп. Екінші айды төбесіне жазамыз, 12 22-ден көп емес, сондықтан 12 деп толық жазамыз. Одан кейін жылдар саны 1976-ны әр санын бөлек-бөлек бір-біріне қосып шығамыз. Бір-біріне қосқанда 5 деп жазамыз. Енді 7-ні, 12-ні, 5-ті бір-біріне қосамыз, содан шыққан сумманы осы астына жазамыз. Біздің жағдайда 6, енді осының барлығын бір-біріне қосып ортаға жазамыз. Яғни 7-ні, 12-ні, 5-ті, 6-ны қосқанда 30 шығады, біз 3 деп жазамыз. Себебі 22-ден көп. Енді мына ортадағы осы ұяшықтарды есептейміз. 7-ге 12-ні қосамыз, содан шыққан саны ортаға жазамыз. 19. Енді 12-ні 5-ке қосамыз. Сөйтіп ортаға жазамыз. 17. 5-ті 6-ға қосамыз. 11. 6-ны 7-ге қосамыз. Міне осылай толықтырып шығамыз. Міне сыртын толықтырып шықтық, енді ішін толықтыруымыз керек. Ішінде көптеген программалар бар. Ең алдымен әрине бұл жерде мына 7 деген санға мән беріңіздер. Бұл ең главный, яғни бұл портрет деп аталынады. Сізді суреттеп, сипаттап беретін сан. Сонымен қатар осындағы сан арқылы, яғни портрет арқылы өзіңіз не болмаса басқа адамның қандай адам екенін нақты біле аласыздар. Яғни толыққанды ақпарат алып, дәл қарсы алдыңызда отырған адамды болмаса тіпті өзіңізді, білмейтін тұстарыңызды осы сан энергиясы арқылы біле аласыздар. Бір сөзбен айтқанда, ол сіздің портретіңізді құрап береді. Тіпті кейбір адамдар болады, өзінің белгілі бір қырын мінезін түсінбейтін. Міне сол кісілерге тіпті өте керемет мүмкіндік деп ойлаймын. Ал менің ойымша кез келген адам өзін тани білу керек, ең алдымен өзін тану керек. Осындағы бос ұяшықтарды есептеуді қазір көрсетемін.
матрица есептеу кезінде ешқандай қате жібермеулеріңізді сұраймын, себебі бұл қате болған жағдайда сізге дұрыс емес теріс информациялар беруі мүмкін. Мұқият болыңыздар. 7-ге 3-ті қосамыз, 10, яғни дәл ортасына 10 деп жазамыз. Енді 10-ды 7-ге қосамыз, 17. Міне бір ұяшықты толтырдық. Бұл жеке бір программа болып саналады. Оны соңына қарай айтамын қандай екенін. Келесі, міне ортадағы сан мен ең жоғарыдағы 19-ті қосамыз. 22 деп жазамыз. Енді 22-ні 19-ға қосамыз. 5. 5 деуіміздің себебін білетін шығарсыздар, яғни 22-ге 19 қосқанда 41 шықты, ол 4-ге 1-ді қосамыз 5 шығады. Бұл да толықты. Келесіде дәл осындай қадаммен, центрмен жоғарыдағы санды қосып ортасына жазып, одан кейін ол екеуін бір-біріне қосу арқылы осылай есептейміз. Барлығының жолдары бір. Тек ең бастысы әлгі 22 энергия бар екенін ұмытып кетпеңіздер. Міне 3-ге 17-ні қосамыз, 20. Ол 20-ны 17-ге қосамыз, ол 37 болып кетеді. 37, 3 қосу 7 дейсіздер, сол кезде 10 болады. Соны ұмытпасаңыздар болды, қате жібермейсіздер. Бұл жақта да осылай есептейсіздер. Міне 3 қосу 5, 8, 8-ге 5-ті қосасыз, 13 деп жазасыз. Міне ең маңызды матрицада бұл осында, осы кармический хвост деп аталады. Бұның да есептеулеуі дәл осылай. Кармический хвост деген ол өте маңызды дүние, яғни бағана ең басында айттым ғой, осы өмірге өткен өміріңіз жиналып келген күнәларыңыз. Бұл да дәл бағанағы жолмен есептелінеді. Міне бұны есептеп қойдық, және де жазып қояйық кармический хвост деп. Себебі бағана айтқанымдай өте маңызды дүние. Енді келесі зона, бұл зона комфорты деп аталынады. Міне махаббат зонасы, мынау. Оны есептеу үшін 9-ға 8-ді қосамыз. 17, ортаға 17 деп жазамыз. Енді 17-ге 9-ді қосамыз. Сосын округлять етіп 8 деп жазамыз. Міне енді 17-ні 8-ге қосасыз. Міне 17 қосу 8, ортасына жазасыз. Бұл деген ақша сферасы. Яғни міне қараңыздар, белгіледім. Мынау ақша зонасы, ал мынау махаббат зонасы. Осы екеуін қосып тұрған 17 деген бар ғой, бұл өте маңызды, яғни махаббатқа да, ақшаға да әсер беретін энергия. Осының әрқайсысы бөлек-бөлек, міне бөлек-бөлек программа. Ал енді мына санға мән беріңіздер. 3 ол центр болып табылады. Центр деп жазып қойыңыздар. Бұл сіздің жалпы өмірде барсыз ба, кімсіз, несіз, соны анықтап береді. Сонымен қатар сіздің осы қоғамдағы орныңыз, оны да осы центр арқылы білуге болады. Ал мыналарды есептей салуға болады. Бұл анахата деген зона, яғни денсаулық, бұны кейін көреміз. 3-ге 13-ті қосамыз, 16. 16-ға енді 13-ті қосып ортадағы дөңгелекке жазамыз. Міне барлығын есептеп қойдық. Бұл матрицадан өте көп программалар көріп тұрмыз. Қазір әрқайсысын қоршап сіздерге көрсетемін. Әрбірі бөлек-бөлек зонаға жауап береді. Мысалы, бірінші портретпен алсақ, 3 сан, ол ата-ана мен бала кармасын көрсетеді, яғни детский родительская карма деп аталынады. Солай жазып қойсаңыздар болады. Яғни осындағы 3 сан 7, 17, 10 деген ол сіздің ата-анаңыздан берілетін карма болып саналынады. Ал мына ортадағы ұяшықтар ол анахата зонасы деп аталынады. Яғни бұл жерде денсаулығыңызды көре аламыз. Бұл енді кейінгі эфирларда болмаса, қазір оны көрсетпеймін, оның сізге тіпті керегі де жоқ. Ал мынау 3 ұяшық, бұл сила рода деп аталынады. Яғни сізге әкеңіз жағыңыздан келетін күш жігер, сонымен қатар әкеңіз жақтағы
мужская линия деп атайды ғой. Сол жақтағы ата бабаларыңыз сізден не қалайды, не жасағаныңызды қалайды осы өмірде, соның барлығын көрсетеді. Бұл негізі көбінде рухани дүниелерді меңзейді, яғни бұл әрине сіз осыларды жасасаңыздар сіздерге бір бонус ретінде болады. Бірақ бұл ең бірінші біздің орындау керек нәрсе емес. Ал мына тұсында анаңыз жақтан сізге берілетін күш-жігері дәл бағанағыдай, бұны да сила рода, женский род деп жазып қойыңыздар. Бұл екі линияның ұқсастығы бірдей. Және мына ортадағы бұл зона таланты деп аталынады. Сіздің бойыңызда қандай өнер бар, талант бар, соны да анықтай аламыз. Тұсына зона таланты деп жазып қойыңыздар. Көрдіңіздер ме, осындағы мына 3 санның қосындысы сіздің бойыңызда қандай талант бар екенін анықтап өзіңізді толықтай тани аласыздар. Одан кейін осы бұл карма, финансы и здоровье в прошлых воплощениях дейді. Яғни өткен өміріңіздегі сіз ақшаны қалай таптыңыз, денсаулығыңыз қандай болды, соны да анықтауға болады. Мүмкін осы өмірде сізге көмегі тиіп қалады, ол өте жиі кездеседі. Бұны білу өте маңызды деп ойлаймын. Себебі бұл қандай да бір подсказка ретінде жүруі өте мүмкін. Сонымен келесі программалар бұл осы мужская линия бойынша карма, здоровье и финансы деп аталынады. Бірақ бұлар өте минустағы энергиялар болғандықтан сіздерге осыны жөндеу керек. Мынау мужская линия болса, мынау женская линия. Дәл осылай аталынады. Просто женский род деп жазып қоясыздар. Міне қазір көреміз. Карма, здоровье и финансы, женский род деп жазып қойыңыздар. Жалпы нақты осы матрица бойынша ең маңызды ол мынауға ең астында кармический хвост, одан кейін махаббат, ақша, содан кейін әрине ортадағы центрдағы мына 3 деген сан, бұл өте маңызды, бәріне әсер етеді. Одан портрет. Портрет арқылы сипаттаймыз. Міне ең бірінші кармический хвостты біз шешуіміз керек. Одан кейін махаббат пен ақша, бұл жерде настыкке тұрған сандарға көңіл бөлуіміз керек. Келесі зона ол осы жоғарыдағыларды 3 санды аламыз. Бұл зона депрессии и вдохновление деп аталынады. Яғни қандай дүниеден сіз шабыт аласыз, ал қандай дүние сізді депрессияға түсіреді, жазып қойыңыздар. Зона депрессии и вдохновление деп. Жалпы осылай есептеп қойып, біртіндеп аркандармен танысамыз. Алда сондай эфир болады. Әрбір санның өзінің бір сандар, ол энергия болып саналады ғой. Әрқайсының өзінің бір артықшылығы, кемшілігі бар. Соның барлығын дұрыстап анықтайтын эфир болады. Оны жіберіп алмас үшін міндетті түрде арнама тіркеліп қойыңыздар. Әрбір санды сөйлетуде ол да бір өнер. Оның әрқайсысы шындықты, өзіміз жайлы мәлімет, мағлұмат береді. Қазір біз предназначение есептеуді үйренеміз. Қараңыздар. Мына линия небо деп аталынады, яғни предназначение небо. Ол 40 жасқа дейін сіздің не істеу керек екеніңізді айтып береді. Бұл жерде 12 мен 6-ны қосамыз. Сол кезде шығатын санды жазамыз. Яғни 12 мен 6-ны қосамыз. Сөйтіп N деп жазып қойып небаны. 18, одан кейін земля деген бар, ол мына линия. 7-ге 5-ті қосамыз. Осы линия. 12. Енді бұл екеуін бір-біріне қосып шығамыз. 18 плюс 12 ол 30 болады. 30 22-ден көп болғандықтан біз 3 деп жазамыз. Яғни 40 жасқа дейін осы 3 энергиясына сай дүниелерді орындауымыз керек. Оны бөлек эфирде айтатын боламын. Ал енді келесі 40 жастан 60 жасқа дейін сіз не істеуіңіз керек? Оны қалай есептейміз? Бұл жалпы ең бірінші мужская линиямен есептелінеді. Ол міне мына линия. Ол жердегі 19 бен 11-ді қосамыз. Мужская линия.
сол кезде 30 болады, біз 3 деп жазамыз. Енді келесі женская линияны есептейміз. Дәл осылай есептелінеді. 17-ге 13-ті қосамыз. Бұл жерде де 3-те 30 шығады, оны да 3 деп екеуін бір-біріне қосамыз, 6 болады. Ал енді келесі 60-тан жоғары жасқа дейін, яғни бұл общий предназначение, ол 3 пен 6-ны қосамыз, сол кезде 9 шығады. Бұл сіздің осы өмірдегі общий предназначениеңіз. Бұл да өте маңызды энергия, өте маңызды сан болып саналынады. Міне матрицада осы сандарды өте маңызды. Ең алдымен осыларды дұрыстап көруіміз керек, есептеуіміз керек. Жалпы мағынасын біліп, осы энергиялармен дұрыстап жұмыс істеуіміз керек. Осы матрицадағы ең тәтті жері ол осы зона комфорттағы махаббат, одан кейін финансайды көрсететін тағы да главный нәрселер. Ол әрине центр, ол сіздің кім екеніңізді білдіреді. Әрине әрбір ұяшық өте маңызды. Міне осы центр арқылы, одан портрет арқылы, сосын кейін кармический хвост, осы барлық ұяшықтар сіздің өміріңізде не болып жатқанын көрсете алады. Сонымен қатар матрицада төмендегі сандардың бәрі минуста, ал жоғарыдағылардың бәрі плюста. Дегенмен үнемі олай болуы да мүмкін емес. Жалпы негізі мына кісінің әлгі зона депрессия деген есептегенде бұл жақта программа бар, бұл соқтығыс деп аталынады. Егер бір жағдайда қабылдамай соқтығыса берсеңіз, ол сізді депрессияға түсіреді. Ал егер де барлығын махаббатпен қабылдап үйренсеңіз, ол сізге шабыт, яғни ол сізді шабыттандырады. Сонымен қатар әрбір осы ұяшықтар белгілі бір программа болып табылады. Оның әрқайсысын қалай дұрыс білеміз. Мысалы 3 сан тұр ғой, оның 3-еуі бір-бірімен біріккенде бір программаны құрайды. Яғни әрқайсысын білу ол бөлек, және 3-еуі 3 сан бірге құралғанда белгілі бір, бағана айттым ғой, 7, 19, 12 деген ол соқтығыс деген программа. Сол секілді 3 сан бірге құралғанда белгілі бір программа береді. Мысалы барлығымызда көптеген программалар бар. Ең бірінші әрине ортадағы центрдегі сан, 3 деген сан, ол барлығына әсер етеді. Яғни ол махаббатқа да, ақшасына да әсер етеді, әлгі талантына да әсер етеді, тіпті депрессиясына да әсер етеді. Сонымен қатар жоғарыдағы сандар, энергиялар, олар плюста да, яғни жақсы, ал төмендегілердің бәрі минуста. Сондықтан олардың бәрін біз плюсқа шығаруымыз керек. Және тағы да не айтып өтуге болады? Неге 25 деп жазған жоқпыз, 2-ге 5 қосып 7 деп жаздық? Себебі біз осы матрица арқылы тек қана 22 энергиямен жұмыс жасаймыз. Яғни 22 деген сан предел болу керек. 23 болып қалса, оны біз 23 деп жаза алмаймыз. 2-ге 3-ті қосамыз міндетті түрде. Яғни 22-ден көп санның барлығын бір-біріне между собой дейді ғой, солай қосамыз. Ол енді сіздерге түсінікті деп ойлаймыз. Мысалы 7-ге 19-ды қоссақ 26 емес па? Біз оны 26 деп жаза алмаймыз. 2-ге 6-ны қосамыз 8 деп жазамыз. Сол секілді тек қана өте мұқият дұрыстап есептеңіздер. Ол қате кетіп қалса, ертеңгі күні сіз өзіңізді дұрыс тани алмайсыз. Келесі жолы әрбір саны біз осылай сөйлетеміз, әрқайсысын, яғни энергиялармен өте дұрыстап танысамыз. Одан кейін Алла қаласа программалар жайлы да сөз қозғайтын боламын. 3 сан қосылғанда қандай расшифровка береді, соның барлығын бір тіндеп үйренеміз. Ал мынау Сюцай ғылымының матрицасы. Бұл жерде туылған күніңізді осылай жазып шығасыз да, одан кейін мынау ұяшықтарға сол жақтан көріп тұрған сандарды белгілейміз. Яғни бұл жерде 1, 2, 3, 4, 9-ға дейін, бір бар, біреу ақ қой. Сондықтан бірді бір ақ рет жазамыз. 2
2 бар, бұл жерде 2 біреу ақ. 2 бір-ақ рет жазылды. 3 жоқ, оны белгілі бір минуспен я болмаса қосып қоямыз. 4. 4-те біреу ақ. 5 деген жоқ. 6 да жоқ. 7 деген санда жоқ, көріп тұрған жоқ. 8 бар, біреу. Ал 9-дан 1 емес, 2 бар, 2 рет 9 деп жазамыз. Яғни бұл жерде жетіспей тұрған 3, 5, 6, 7 деген жаңағы сандар, яғни энергиялар жетіспей тұр. Шетін жазбаппын. Нақты осымен жұмыс жасаймыз. Көрдіңіздер ме, қандай сандар жетіспейді, осыларды біз дамытамыз. Бұның әрқайсысы бөлек энергия. Осы энергиялар сізде жоқ болса, белгілі бір деген мақсатымызға жете алмауымыз мүмкін. Сондықтан осыларды толықтырамыз. Ал оларды қалай толықтырамыз, оны келесі эфирде айтатын боламын. Жалпы Сюцай арқылы біз көбінде бізге қандай энергия жетіспейді, немен жұмыс істеуіміз керек, соны білсек, ал мына қазіргі ең алдында көрсеткен матрица бойынша біз түбегейлі өзіміз жайлы білеміз, яғни толықтай өзімізбен танысамыз. Сол үшін келесі эфирге де шақырамыз сіздерді. Ол жақта біз әрбір санды дұрыстап сөйлетеміз. Оның әрбірі шын мәнінде үлкен бір мағына береді. Өзінің сыры бар дегендей. Сондықтан ең алдымен айттым ғой, ең бірінші осыны центр мен портретті, одан кейін кармический хвост дейді, ол енді минустағы дүниелерді, оның бәрін плюсқа шығарымыз керек. Соны ақша, махаббат барлығын есептеу арқылы біз өзімізді дұрыс жолға қойып, жалпы көзімізді аша аламыз. Мысалына, махаббат сферасында сіздің жолдасыңыз, болашақ жарыңыз қандай болады, қандай мінезді болады, сіз қандай болуыңыз керек деген секілді осының барлығы матрицадан есептеуге болады бір жақсы жері. Егер толыққанды өзіңізді танығым келеді, жалпы менің өмірге деген сұрақтарым өте көп, мынаны білмеймін, неге осындай болып жатыр, оны да білмеймін деген секілді өте көп сұрақтарыңыз болса, онда осылай есептеп көріңіздер. Сұрақтарыңыз болып жатса, түсінбей жатсаңыздар, әрине сұраңыздар, пікірге жазыңыздар. Өздеріңіздің осы матрицаларыңызды есептеп почтаға жіберсеңіздер де болады. Ол үшін бірақ міндетті түрде осы эфирге лүпіл басып, арнаға тіркеліп, пікір жазып қалдыруыңыз керек. Ендеше назарларыңызға рахмет, сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Бұл өте керек нәрсе. Өмір шын мәнінде сандардан тұратынына көзім жетті. Осы матрица арқылы көптеген кісілер өзінің өмірге деген көзқарасын өзгертті шын мәнінде. Сондықтан есептеп көріңіздер, келесі эфирде сандарды сөйлетеміз. Ендеше іске сәт, сау болыңыздар.